Ассаламу алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген июльнең 25-е җума акшамы көне без сезләргә Украинада ва дөньяда улып кечкән вакыйгалар хакында тариф итмәгә азырмыз. Али Бариев азат етілді белі иш адамы ве меценат Рисуль Велиляевнен берабер бір елдан зияды Лефортова тақиқат тәвқиф ханесінде тұтылған Қырым опт шіркетінің иджира мудиры Али Бариев азат етілді. Бу вакытта Facebook сәйфесінде адвокат Джемил Темишев хабар айтты, 2019 сенесі апрель айында фаал Рисуль Велиляевді азат етілді. Сынырламат етбірі кетмемезлік сенетіне деніштірілді. Шымды Али Бариевді айны кетмемесізлік сенетінен азат етілді. Ода Рисуль Велиляев кебет тақиқат биткенже Москвада болынacak. Find it free Қырымдаки ғайып олывлар ақында хатырлатмақ үшін Киевде Русия елшілігі янында фаалияр топлашты. Оларның білдіргеніне көре, ярымаданың ишғали башлағанынан берлі 45 кеші тұтылып, эсір етілді. Олардан 15-і аляда тапылмады. Иштиракчилер ғайып олғанларының адлары язылған плакатларны алды ве импровизация яптылар. Перформансны кечкен авто 34 яшыны толдырған Эрвин Ибрагимовға бағышладылар. О 2016 сенесі Бақчысарайда тұтып эсір етілді. О вақыттан берлі тақдирі қында бір шей белі дегіл. Мы каждый месяц Қырымда Эрвин Ибрагимов ғайып олған сон аймында топлашамыз. Кечкен авто доған күні еді, бұйынды өзі олмадан 4-ші доған күні. Шуны үшін мында бір перформанс япмақ үшін келдік. Ғайып олған эпосы Қырым секендеріне дәветнамелер яптық. Бұ адамлар бір күн мұтлаққа кележеклер ве мұтлаққа Эрвинның доған күніні қайт едечеклеріні көстермек істедік. Украина телекөсізлік қызметі Украинден ішделерінің запты төлівіне алақасы олған Русия танкераны яқалады. Бұ танкер кечкен сене Керич боғазы янында Никополь, Бердянскове яны қапу Украин гемелераны муасара етті. О заман оның адыны емайды бүгінді седеніштірілді ве Ника Спирит олды. Украина телекөсізлік қызметі білдіргеніне көре о Измаил лиманына кірді. Анда тақиқатчылар гемеде тынтув кечірді ве весеқаларны тұтып алды ве геме әркеніні сорғуға чекті. Русия танкері Украинден желерінің қанунсыз суретті яқаланылмасы ақында әшяви делел кебе танылды. Украинада тиббиет яны бір шекілді 2020 сенесі әрсевейдекі тиббиет муэселер яны бір тарзда паранен темин әтілі башлайжақ. Белі бір хастанын тедевелеві чун параларны мили сағлық қызметі айрajақ. Боқта сағлық сақлав назерінің вазифесіні вақтынже ижра еткен Уляна Супрун білдірді. Бір сыра қызмет хасталар үшін бедава қала бұ тиббиет кефелігі деп адландырылған программадыр. Бу ilk амбулатория, стационар, аджеле, паллиатив ярдым ве реабілітація. Змінилося, як оплачується послуга. Хизметлер үджіретіні одевде наштаралды муштарелер үшін пек чоғды нашмелер. Шу жүмлядыны кемні отырған ярынызге бағылы олмадан сайляу білесіңіз. Екемлерінің айлықлары 3-4 қат артты. Муштарелер үшін ісе беддава тиббиет хизметлерінің бір жедвелі бар. Буде ухвалено. Украина парламенты тарафындан тиббиет кефелігі программасы таздықланылacak. О тиббиет хизметлерінің 6 yönelişinden ibaret olacak. İlk амбулатория, стационар, аджеле, паллиатив ярдым ве реабилитация. Бу хизметлеріне 2020 сенесіде башлап хастаханелер яны оддев системаға көре бережек. Параларны мыштыры ойдайжек. Яны украинселесі Вильха ракета комплексы кенне мүкемелештірілді ве Одесса вилиетінде сынавдан кечірілді. НДД'n янартылған ракета 200 километрлік ұзақлыққа дарбе ола біле боқта. Украина милителі көсізлік ве мүдафа шурасында хабер етілді. Яқынларда бұ ракета Украина ордосының селеландыруына берілежек. Вильха Луч бұнеджелік бюросы тарафындан ішлеп чықарылды. Бүгін
Бүгін елінің 25-шінде дайки Арбей СССР Украинден ажесынан доған күні. Бердянск артиллерия катерінің команданы Роман Макряк 33 яшыны, Никополь бронетанкер уйкен матросы Вячеслав Зинченко исе 21 яшыны толдыра. Денежделер әнді 200 күнден зияды әсірліктелер. Кеченлерді федераль телекөсізлі қызметі тақиқат ишлеріні екінледі. Денежделер жинайет даванын материалларынан танышы башладылар. Бұқта адвокат Николай Полозов білдірді. 2018 сенесі ноябрінің 25-шінде Керич боғазы янында Русия мақсус қызметлері Одесса лиманындан азағдені зыбойу Мариуполь лиманына ел тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны Қапурейт буксеріне ұжым етіп, оларны запт етті. 24 Украинаның жесенді 8 ай девамында Русия сырынды. Олар сынырны қанун сусуретті кечувнен әсассыз қабатланыла. Украина ве халқара топлылығы Русиядан Украинаның желерінің азат етілмесіні талап еті. Донбасста тынчылық режиміне бақмадан кене силля қоланыла. Саба бір Украина аскері яраланды. Бұақта Украина Мудафа назерлігінің спикері Дмитро Гуцуляк хабер етті. Боевиклер Луганск вилаятының Причепиливка янында Украин мевзелеріне атешке тұтты. Атешны ишғал етілгені жалабок күйінің тарафындан 8 саат деваманда алып бардылар. Танкларға қаршы әл бомбасына ве ірі калибрлі құршынат қычыны қоландылар. Русия мұнтазам тарзда Америкадаки сайлавларда кірешеді. Бұақта Америка бірлешкен дәвлетлері сабық мақсус прокуроры Роберт Мюллер конгресстаки дінлевлер вақтында білдірді. О білдірді тақық Дональд Трамп ве сайлав алды штабыны Русиянен гизледен келешменен қабатламақ үшін етерлі әсаслар изар етіп оламаған. Ама оның малыматына көре Америка президенті адлияның ішіне мания олмаға тырышқан ве бұнын үшін сәлехиетлері сонуна келген сон о месулиетке желп етіле біле. Дональд Трамп ісе қабатларына рет. Әті мақсус прокурорның тақиқатына көре Америка тарихында ән бұйық жады авыд еді. Русия елерге қаршы көстерген қабатларымыз жиддейлер. Эсабат там олмасы үшін баяғы вақыт сарф еттік. Чүнки бұл эсабат бізден сон келгенлер үшін керек олажағыны ғайет әйі анлайдық. Бөлік меселенің девам етілуіне ел бермек керекміз. Украина бірлігі үшін Одесса вилаятында Украин байкерлері өз мото юрышыны екенледілер. Бір афта версі олар Ужгород шеранден елға чықты ве 9 күн içinde 31 шеріні айдап кечті. Осынен бері байкерлер Украина ве Қырым татар байрақларын алды. Вилаятлерінің сынырында ерлі байкерлернен күрошып имзаланылған байрақларнен денішіп ве елыны девам етеді. Байкерлер айтқанына көре мото юрышыны кечіріп, олар адамларға Украина бір олғаныны көстермек істеділер. Атмосфера просто волшебная. Муй тылсымлы бір айле кібі Украина бой кетіп Украина бір ве бөлінмес олғаны ақында ғайыны білдіре. Яйнымызда да Қырым татар байрағы еді. Бұл Қырым Украина олғанына білдірмек үшін. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз да чоқ хаберлерні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.